Қайсына күніне саматсындай ма? Кетесің ғой қазір. Фамилия Бақчымыз. Фамилия. Фамилия. Сіз аншық отырған? Жан деген жоқ па? Жан қайда? Bir arası bulunuruz. Kesin bayağı da yok. Olmuş. Yani konuşturmuş mu? Ya sana iş yuvasında adam beni almayla kımıstıkla baylansın. Şey. Hastaya girsek bulamam. Gördük durmuş ve isim tutup kalıyoruz. Hastaya girik onda ya. Саламатсыздар ма? Қоғамдық тыңдаудың төрағасы жергілікті кенттің әкім аппаратының өкілі Толғақова Жанат Абдрахманқызы. Бүгінгі ашық жиналыста біз Қазпетрол Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің оңтүстік Хайыргелді кен орындарына арналған атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасын түзетуін талқылайтын боламыз. Бірінші, қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін бекітіп алсақ. Біріншісі, қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу. Екінші, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы. Үшінші, баяндамшылардың сөз сөйлеуі. Төртінші, баяндамаларды талқылау. Бесінші, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Алтыншы, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентті бекіту туралы қатысушылардың шешімдері, дауыс беру. Қарсы емес? Қарсы емес. Ендігі кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап жіберейік. Жусупова Гүлназды тыңдаса қарсы емессіздер ма? Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Баяндама мен сұрақ жауап тіркесін қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Саламатсыздар қоғамдық тыңдау қатысушылар. Мен есімім Жусупова Гүлназ. Бүгінгі тақырыптың атауы Қазпетрол Груп жауапкершілігі серіктестігінің оңтүстік Хайыргелді кен орындарында арналған атмосфералық ластаушы заттар рұқсат етілген шарма нормативтерінің жобасын түзету, оған қоса қоршаған ортаны қорғау бөлімдері, қалдықтарды бақылау бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары қоса қарастыратын боламыз. Бүгінгі ашық жиналыс оңтүстік Хайыргелді кен орны 2025 жылға арналған атмосфералық ластаушы заттар рұқсат етілген шарма норматив жобасын түзетіп талқылайтын боламыз. Оңтүстік Хайыргелді кен орны Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан. Термөзек кенті 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Қызылорда қаласынан шамамен 150 шақырым қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археологиялық объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерден тыс жерде орналасқан. Атмосфералық ауаға әсеріне келетін болсақ, алдын ала есептеулер бойынша оңтүстік Хайыргелді кен орнын пайдалану кезінде ауаны ластайтын 128 көздер анықталды. Оның ішінде 39 ұйымдасқан, 89 ұйымдаспаған көздер болып табылады. Нәтижесінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттар жылдық мөлшері 126-25 тоннаны құрап отыр. Пайдалану кезінде ластаушы заттардың шығарылған көздерінен көмірсутектердің ағып кетуін болдырмауға мүмкіндік беретін реттеу клапандар және трансферлік қосылыстарын нығыздау шаралары, қосымша пештерді газ жүйесін тазалау, сүзгі элементтерін жуу, тазалау және ауыстыру іс-шаралары қарастырылған. Осы іс-шаралар нәтижесінде жылдық экологиялық әсері 11,8 тоннаны құрап отыр. Бұнымен қатар жобада оңтүстік Хайыргелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша құрылыс кезінде зиян заттардың мөлшері 170,1 тоннаны құрап отыр. Сонымен қатар оңтүстік Хайыргелді кен орнын Нұралы кен орнын УПМ-ға дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбыры жұмыс жобасы қарастырылып отыр. Оның атмосфералық ластаушы көлемі 4,2 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жер деңгейінде концентрация есептеу нәтижесінде сүйене отырып, ауа ластану тек объекттің аумағында болады және ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қоспайды деген қорытынды жасауға болады. Су ресурстарына келетін болсақ, технологиялық процесске және жұмысшылардың тұрмыстық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін техникалық және ауыз су қажет. Сумен жабдықтау жұмыс жасап тұрған 2 су ұңғымасы жүзеге асырылады.
оңтүстік Хайкелді кен орнын пайдаланушыларын бұрғылау жобасы бойынша жұмыс жүргізу барысында шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін су тұтыну көлемі 1203,7 текше метр суды құрап отыр, ағынды судың көлемі 541,9 текше метр суды құрап отыр. Оған қоса оңтүстік Хайкелді кен орнынан Нұралы кен орнын УПМ-ға дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбыры жұмыс жобасындағы тұрмыстық қажеттіліктер үшін 90 текше метр су пайдаланады, өндірістік қажеттіліктер үшін 325,2 текше метр суды құрап отыр. Құрылыс жұмыстары кезінде мердігер биотуалет кабиналарды пайдаланады, пайда болған ағынды сулар Хайкелді кен орнына орналасқан биологиялық тоғанға тасымалданып отырады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, оңтүстік Хайкелді кен орнына жұмыс орындау барысында келесі қалдықтар түзеледі: қатты тұрмыстық қалдықтар, майланған шүмелектер, қалдық майлар, люминесценттік лампалар, пайдаланған бөшкелер, электрондық қалдықтар, құрылыс қалдықтары, бұрғылау қалдықтары, пайдаланған қаптар, мұнайланған шландар, қар металдар, сынықтар, бұрғылау қалдықтар, жалпы қалдықтардың көлемі 348,2 тоннаны құрап отыр. Оған қоса екі жұмыс жобамыз бойынша оңтүстік Хайкелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша 1160,7 тоннаны құрап отыр, ал оңтүстік Хайкелді кен орны Нұралы кен орны УПМ-ға дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбыры жобасы бойынша 4,7 тоннаны құрап отыр. Қалдықтардың жиналуына қарай қауіпсіздік сыныбына сәйкес қалдықтар әрбір тобына арналған контейнерлерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтар қайта өңдеу лицензиясы бар мекемелерге беріледі. Апаттардың ықтималдығына қарай технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісі пайдаланып авариялық шығарындылар мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шаралар ескерген жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса тыңдап жүрейік. Дайын сұрағыңыз бар ма? Естіліп жатыр ма, бар ма? Я естіліп жатыр, бар. Айта беріңіз. Вообще, с чем связан корректировка проекта? Бұл жауап берейін. Я рабочий проект усмотрен. Нормальных параллельных консервного я. Газ. Ол газ. Қаяқта есептеледі сонда? Есептеліп қай жерге қарап консервный айдама қасымен болған. Меморандум бойынша программаның ішінде барлық мерзімнен бастап. Қалай сосын ары қарай өзіңде арнайы жаңағы өз ішінара өзара құжаттамалар дайын болған кезде қосылады. Ал оған шейін өздері жаға береді ме ол қызды? Оған дейін иә өздерінің жатқанда определенный газовый мен жауап бізде деген қазіргі кезде скважиналар бар, законсервированный, және деген пластың бойларында біз деген
газовый фактор көбірек төмендіктерге түсе бастайды. Сол кезде біз газды көбейтеміз. Газ құбырын қосқан кезде. Қазіргі кезде біз аз режиммен жұмыс істеп жатыр, және консервированный скважиналар қосылмай тұр бізде. Қалай рұқсат береді, біз бәрін ашып, полный добыча газа полный басталады. Өйткені бізде газовый фактор көп, скважиналар законсервированный тұр. Министерстводан келген бұйрық болды, бұл газопровод салу. Соның аясында халықты газбен қамтамасыз ету. Сол жобаның аясында жасалған проект. Разрешение на ожидание газом хотела можно. Кішкене орынды, жарты жылдықты емеу, алды жарты жыл орынмай қарашылды. Жоқ, годовой алынды. Рабочий проект где-то это. Басқа сұрақ қалған экспертиза барысында нәтижесімен беремін. Басқа сұрақтар? Бүгінгі қоғамдық тыңдауда ереженің барлық талаптар сақталуына байланысты өткізілді деп саналады. Барлыққа қарсы емессіздер ғой? Жақсы.